атағына ие болатын 2005 жылға мектеп бітірген түлектерді ортаға шақырайық, кілт табыстасын, баршамыз сол керемет сәтке куә болайық. Ал келіңіздер. Қатысыңыздар. 2005 жылға түлектер, құрмет қошемет болсын. Ал келесі кілт иелері 2005 жылға түлектерді сахна төріне шақырайық. Мағаш қатыра қол соқтырайық. Қошеметтеріңіз болсын. Ассалаумағалейкум, кеш жарық, құрметті Мақаншы ауданының тұрғындары. Мінекей бүгін бір керемет тойдың куәсі болып жатырсыздар. 2004 жылғы бітірген түлектердің салтанатты кешіне қош келдіңіздер. Енді біздің шығып тұрған себебімізді жаңа жүргізуші айтты. Бұл енді ұрпақтан ұрпаққа сабақтасып келатқан дәстүрімізге айланған, бір жағынан эстафета десек те болады. Былтыр осы күтті 2003 жылғы түлектерден өзіміз қабылдап алғанбыз, уәдемізді бергенбіз, соны орындадық деп ойлаймыз. Ендігі кезек мына 2005 жылғы түлектерде осы кісілерге кілтті табыстайық. Ары қарай енді уәделерін алып алайық осы жерден осы кісілердің. Осылай жақсылап бір Мақаншы ауданымызға жақсы бір кеш жыласын деп құрметпен қол шапалақтап қойыңыздар. Ал енді өздерің бір ауыз айтатындарың болса. Ассалаумағалейкум, құрметті Мақаншы ауданының тұрғындары, баршаңызға қайырлы кеш дейміз. Сонымен қатар бүгінгі той иелері, яғни 2004 жылы бітірген түлектер, баршаңызға қош келдіңіздер дейміз. 2005-тің түлектердің атынан баршаңызға басымыз иіп сәлем береміз. Сонымен қатар қолдан келгенше, Абай атамыздың бір сөз бар ғой, болмасаң ұқсатпақ деп. Сол айтпақшы, қолымыздан келгенше, келесі жылы сіздерге де тура осылай көңіл күй сыйлауға баршаңызға уәде етеміз. Сонымен қатар, мынау 86-лар мен 87-лердің дәнекер ретінде келесі музыкалық сәлемді жұбайымыз екеуміздің атымыздан қабыл алсаңыздар.